Саламатсыз ба, оқушы? Бүгінгі сабақ тақырыбы жеңіл атлетика. Бір орында ұзындыққа секіру техникасын үйрету. Осы сабақ арқылы іске асатын оқыту мақсаттары: қимыл қозғалыс комбинацияларын және олардың кейбір жаттығулардағы реттілігін білу және орындау. Сабақ мақсаты: қауіпсіздіктің әсер ету үшін бірқатар әлеуметтік қабілеттерді түсіну мен білімін қолдану. Бір орыннан секіру техникасын білу және түсіну. Ұшу және орындау техникасын білу және түсіну. Дескрипторлар: оқушы берілген жаттығу техникаларын орындайды. Оқушы қол-аяқтың дұрыс тұруын, дұрыс қимыл жасауын, ұшу және жерге қону әдіс-тәсілдерін біледі. Оқушы жаттығуларды біледі, өздерінің орындаған жаттығуларын бағалайды, дамыту үшін ақыл-кеңес алады. Оқушы жаңа сабақты бастамас бұрын дене қыздыру жаттығуларын жасап алайық. Bunun bardağını ayaktan aynadan dolaşıyor. Geniş yapmayız. Birisi yaptığını ol birlikte ayakta sıkıştırmaya geçiyoruz. Yine İsrail. Birisi yaptığını taraftan oturuşun, kol havasından arkadan üstlerimiz. Arkadan oturuşun. Birisi yaptığını koltuklar oturuşun. Бір орыннан ұзындыққа секірудің 3 кезеңін түсіндіру. Секіру техникасы: бірінші, серпілу. Бұл жерден көтерілу. Ол үшін сызықты баспау. Тік тұру. Аяқ қатар қойылған, аяқтың ұшына көтерілу. Бір уақытта қолды алға жоғары көтеру, бірден төмен алға жоғары қол қимылдарын жасау. Екі аяқпен бірге алға қарай итерілу. Жерден көтерілу кезеңінде жылдамдықты төмендетпеу және серпілген аяқты дереу тіктей жазып, денені жоғары және алға қарай қалықтай ұшу. Самғау екінші. Ұшу немесе қалықтау деп те аталады. Екі аяқтың тізесін бір деңгейге келтіріп, сол тәсілде аяқты кеудеге жақындату. Тізе кеудеге жақындаған кезде кеудені де тізеге қарай бүгу. Тізенің кеудеге жақындаған сәтінен бастап осы мезетте жерге түсуге әзірлену. Серпілу барысында аяқ алға қойылады. Үшінші, жерге түсу. Жерге екі аяқпен бір мезетте түсу. Жерге түсуге жақындағанда қолды алға, аяқтың басына қарай созу. Кеуденің алға шығуын тездете отырып, дереу кейін кету. Оқушы бір орында ұзындыққа секіру техникасын үйрену үшін ең бірінші сызыққа келу. Аяқты дұрыс қою. Екі қолдың дұрыс көтерілуі мен аяқтың бір мезетте серпілуін қадағалаңыз.
Ол үшін келесі видеоға назар салайық. Оқушы бір орында ұзындыққа секіру кезіндегі осы қателіктерді болдырмау: секіру сызығын баспау, қатты шалқайып не еңкейіп тербеліс жасамау, секіру кезінде бір аяқтың алдыға шығып кетпеуін қадағалау, секіру кезінде қолмен серпіліс көмегін беру, жерге қос аяқпен су, жанға не артқа қарай құламау. Оқушы сіздерге тапсырма: бір орында ұзындыққа секіру техникасын үйрену, жаттығуды дұрыс орындау туралы түсінгендеріңізді төмендегі бағдаршам кестесіне жазып, менің электрондық поштама немесе WhatsApp мобильді қосымшасы арқылы жібере аласыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Назарларыңызға рахмет.